Сұхбат берген кісілерде де сондай шығар. Елмен тең мүмкіндіктерге ие болып, осы елде білім алып, қызмет жасап, жаңа бастамалар бастау, ол бір бақытты сәт деп ойлаймын. Кейбір кісілер үшін біздің мазмұндарымыз өте пайдалы болды, терең болғаны оларға ұнады. Әрине барлық адамның көңілінен шығу қиын деп айтсам болады. Олар ешқайсысы медиаға жақын немесе журналистикаға жақын болған жоқ, бірақ та осы жыл бойғы жұмысымыздың арқасында көп нәрсе үйренді және үйреніп келе жатыр деп. Әлі күнге дейін мен Ақтөбені Қазақстандағы туған жерім деп есептеймін. Ал менің ең алғаш алған қосымша сабағым ол дене шынықтыру сабағынан болған. Мен өзімді бұл саладан көрген жоқпын. Сондықтан мен гранттан бас тарттым, ата-анамның қолдауымен.